2021 жыл Семей қаласы. Мұғалімдік мамандығын таңдаған 21 студент және сол жастарға сенім білдірген ізгі жандардың, атап айтқанда Семей цемент зауытының үлкен қолдауының арқасында мұғалім Семей жобасы өз бастауын алды. Жобаның негізгі мақсаты мұғалім тапшылығы мәселесін шешуге үлес қосу, мектеп бітіруші үздік түлектерді педагогика саласына тарту және заманауи, сапалы, саналы ұстаздар буынын қалыптастыру. Бұл жай ғана білім беру жобасы емес, бұл болашақ ұстаздарды дайындайтын орта қалыптастыру идеясы. Бүгінде жоба аясында 82 студент білім алуда. Олардың ішінде болашақ 29 математика пәні, 14 физика пәні, 14 ағылшын тілі, 10 биология және химия бағыты, 15 гуманитарлық пәндер мұғалімдері бар. Қазақстанның әр өңірінен келген жастарды бір орта, бір мақсат біріктірді. 2021 жылдан бастап жоба студенттері университет білімімен қатар мұғалім Семей жобасы ұсынған қосымша 4 жылдық жан-жақты даму бағдарламасынан өтіп келеді. Орта есеппен әр студент 4 жыл ішінде 440 рет ағылшын тілі сабағына, 36 кітап талдауына, 50 түрлі дамыту активитиіне, 40 республикалық және аймақтық деңгейдегі спикерлерден семинарға, 8 жазғы және қысқы оқу лагеріне, 12 республикалық және 12 аймақтық іс-шараға қатысты. Бұл жай ғана сандар емес. Бұл өзін іздеген жастардың, ауылдан арман арқалап келген студенттердің, болашақта мыңдаған балаға әсер ете алатын ұстаздардың қалыптасу жолы. Бүгінде жобаның алғашқы 6 түлегі өз кәсіби жолын бастап кетті. Бұл тек бастамасы. Өйткені бір мұғалім ондаған емес, мыңдаған тағдырға әсер ете алады. Ал білімге салынған сенім ұзақ жылдар бойы қоғамға қызмет етеді. Мұғалім Семей болашаққа салынған инвестиция. Құрметті демеушілер, сіздерді келіп жеткен алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Осы уақыт аралығында бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет!